Сәлем достар, бүгін біз 8 геометрия пәнінің номер 8 есебін шығаратын боламыз. Есептің шарты табаны асы болатын b төбесінің сыртқы бұрышы 112 градусқа тең болатын теңбірлі абысы үш бұрышының бұрыштары табыңдар дейді. Енді қараңыздар, біз үш бұрышты сызып алайық. Бізге берілген үш бұрыш, мынандай үш бұрыш беріп тұр. Кешіріңіздер, былай сызылмайды. Так, әдемілеп сызайыншы. Мына жерде менде графический планшет болғаннан кейін сызу ыңғайсыз, иә. Табаны бізде асы, ол бізде табаны болып тұр. Бұл бізде ол не екен? Төбесі. Түсінікті ғой. Енді мына б-сыны сәл шетке сызып жазайын. Б төбесі. Осы б төбесінің сыртқы бұрышы. Яғни мына жер бізде 112 градус екен. Енді қараңыздар. Біз қазір осы төбесінің ішкі бұрышын табамыз. Ішкі бұрышын тапқаннан кейін біз оны 180 градустан азайтсақ, мына жерде а және с бұрыштарын табамыз. А және с бұрыштары ол бізде тең болып есептелінеді. Не үшін? Себебі бізде ол үш бұрышымыз тең берілі. Сонда берілуін әдемілеп жазатын болсақ, берілу үш бұрыш а, б, с ол тең бүйірлі. Тең бүйірлі. Иә, тең бүйірлі. Ол бізде а, с табан, б нүктесі, б бұрышы төбесі. Төбесі. Иә. Дұрыс, тағы қандай ақпарат берілді? Яғни біздің б бұрышының сыртқы бұрышы 112 градус. Так, енді қараңыздар, бізде шешіміне тоқталатын болсақ, біз бірінші болып а, б, с бұрышын тауып алайық. Яғни біз мына жерді тауып алайық. Түсінікті ғой. А, Б, С бұрышын табу үшін, бұрыш А, Б, С-ны табу үшін біз білесіздер, мына екі бір-біріне сыбайлас бұрыш, яғни 112 мен мына жүрек сұрақ тұрған орны қосындысы 180-ні бөлу керек. Сол себепті мен 180 градустан азайтамын 112 градусты. Сол кезде бізде мына жердің бұрыштық өлшемі шығады. Яғни 180-нен 112-ні азайтатын болсақ, бізде 68 градус шықты. Значит, мына жер бізде 68 градус екен, құрметті оқушылар. Мына жер бізде 68 градус. Так, енді білеміз, что А мен С-ны табу үшін 180-ні 68 азайтамыз да, 2 бөлшеміз. Енді не үшін 180-ні азайтамыз? Себебі үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы ол бізде нешеге тең? Дұрыс айтасыздар, 180 градусқа. Яғни мына жерде x дейтін болсам, мына жерде x дейтін болсам, мен былай жазбасам болады. Яғни x плюс 68 градус, олардың қосындысы бізде 180 градусты беру керек. Сонда x-ға x-ті қойсам 2x болады, 180 градустан азайтамын мен 68 градусты. 2x тең 180-нен 68 азайтсам 112 градус, x тең 112 градус бөлім мен 2-ге. Сол кезде бізде болды 56 градус. Значит, бізде әрбір бұрышы, мына жердегі табанына іргелес әрбір бұрышы бізде 52 градустан сәйкес келеді екен. 52 градус, 52 градус. Сонда жауабы болды бізде 52 градус, 52 градус, яғни 68 градус. Осылай есептің жауабы шықты, құрметті оқушылар. Келесі есеп бізде 9-шы есеп. Бізде А, Б, С теңбірлі үш бұрыш берілген. Яғни берілуін сіздер дәптерге әдемілеп жазу үшін үш бұрыш А, Б, С ол бізде тең бүйірлі. Тең бүйірлі. Осылай әдемілеп жазып қойсыздар. Асы табаны, табан, БМ медиана. БМ медиана. Медиана білесіздер, қабырғаны 42-ге бөледі. Медиана. Бұл жерде пайда болған М, Б, С бұрышы 40 градусқа тең. Табу керек бізде. Табысы үш бұрыштың бұрыштарын. Бұрыш, яғни бұрыш А, бұрыш Б-ны және бұрыш С-ны табуымыз керек екен оқушылар. Так, шешімі. Давайте біз бірінші болып сызбасын сызбайық. А, Б, С тең бүйірлі екен,
А, Б, С тең бүйірлі осылай берілген. Қараңыздар. Бұл жерде, мына жердегі БМ медиана деуіне байланысты, значит, Б төбесі. Асы бізде табаны. Тең бүйірлі екі қабырғасы тең болады. Так, медиана ол түскен кезде қабырғаны екіге бөледі. Мына екеуін тең бөлді. Түсінікті ғой? Сол кезде бізде пайда болған БМ деке. МБС бұрышы 40 градус. Мына жер бізде неше екен? 40 градус екен. Значит, мына жерде бізде неше болады? 40 градус болады, потому что екеуі тең. Мына жерде біздің тең берілудің табанына түсіп тұр. Сонда табанды тең екіге бөледі. Значит, мына жер 80 болса, мына екеуі дұрыс па? Бұларымыз келіп шығады. Бұрыш АБС ол дегеніміз 40 градус көбейтеміз екіге, одан шықты бізде 80 градус. Енді мен бұрыш БА-сын табуым керек. Одан кейін ол тең болады бізде бұрыш БСА-ны табуым керек, иә. Ол екеуі бізде тең. Мына жерде айтып тұрмын оқушылар. Яғни мына екеуін тауып жатырмын. Осы екеуі тең. Бұл екеуін табу үшін одан алдыңғы есеп сияқты теңдеуін есептесем болады. Ал бұл кезде бүйте салайын, қараңыздар. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус дедік, иә, дұрыс па? Ал мына бұрышы бізде мына бұрышы 80 градусты беріп тұр. Значит, мен не істеймін? 180-нен 80 азайтамын да 2-ге бөліп жіберемін. Сонда мына екі бұрышынікі шығады. Мына қалай болады есеп? Так, былай болады. 180 градус азайтамын 80 градус бөліп жіберемін 2-ге. Сонда бізде 100 градус бөлінген 2, бұдан шығады 50 градус. Сонда мына бұрыштардың әрбіріне 50-50 градустан сәйкес келді. 50 градус, 50 градус. Сонда жауабы сіздер әдемілеп жазасыздар. Бұрыш А ол бізде 50 градус, бұрыш Б 80 градус, бұрыш С ол бізде 50 градус. Осылай есептің жауабы шықты. Құрметті оқушылар. Келесі бізде 10-шы есеп. Бізде берілген АБС үшбұрыш берілді. Иә, берілді бізде үшбұрыш АБС, ол бұрыштың түрі айтылмаған. С бұрышы бізде 30 градус екен. Ал А төбесінің сыртқы бұрышы 180 градус. Значит, бізде қараңыздар. Мына жерден шешімі деп кете салайын. Бұл қалай болады? Яғни мен бұрыш А-ны табатын болсам, мына сыртқы бұрышы, иә. Значит, А бұрышын табу үшін мен не істеймін? 180 градустан азайтып тастаймын 120. Сонда бізде болды 60 градус болды. Так, енді қараңыздар. Мен бұрыш Б-ны табуым керек. Бұрыш Б-ны табу үшін мен 180 градустан азайтамын. Мен осы 30 градус пен 60 градустың қосындысын. 30 градус, яғни мен мына С бұрышым мен А бұрышының қосындысын 180 градустан азайтамын. Не үшін? Потому что үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде 180 градусқа тең. Азайтамын мына 90. Сонда бізде Б бұрышы болып 90 градус. Сонда бізде пайда болған үш бұрыш тік бұрышты үш бұрыш екен, мынандай. Қараңыздар. Яғни Б төбесі мына жер бізде 90 градус болды есептің шарты бойынша. Мына жақта С дейік, ол бізде 30 градус болды. Мына жақта 60 градус дейік, ол бізде А болды. Сонда жауабы бізде 30 градус, 60 градус және 90 градус болды есептің жауабы. Келесі есеп бізде 11-ші есеп. Бізге берілді үш бұрыш АБС берілген. Бұл жерде БМ медиана екен. Медиана. Содан АБ мен БМ бір-біріне тең дейді. Және пайда болған АБМ бұрышы бізде 70 градусты береді екен. БМС бұрышын табыңыздар дейді. Табу керек бізде бұрыш БМС-ны табуымыз керек. Давайте бұл сызбасыз елестету қиын, иә. Так, мен бұдан қандай үш бұрыш екенін білмеймін. Бірінші сызба салайын. Либо кез келген үш бұрышты салайын. Былай берілсін. Так, былай істеймін. Мен мына сәл широкий қылып елестетейін. Бізде берілсін АБС болсын, иә. АБС болсын. БМ бізде медиана. Давайте медиана түсті. Мына екі қабырғаны тең қылды.
bm mediana болды. Бұл екі қабырғаны тең қылды деп мен гарантия айта алмаймын. Мен ана сызбамен қателесіп кеттім. Енді AB мен BM тең дейді. AB мен BM тең дейді. Яғни мына мен мына екеуі бізде тең екен. Пайда болған ABM бұрышы бізде 70 градус дейді. Мына бізде 70 градусты береді. BMC бұрышын табыңдар дейді. Все түсінікті. Енді білесіздер, мына жерде пайда болған ABM ол бізде тең бүйірлі үш бұрыш. Яғни мына екі бұрыш бізде не болады? Бірдей тең болады екен. Мына жерде жазсам болады. Пайда болған бізде ABM ол тең бүйірлі. Тең бүйірлі үш бұрышын қысқартып жазсам. Значит, мен бұрыш А мен М бұрыштарын табу үшін мен істеймін. Яғни AM демей ақ қояйын, BAM бұрыш BAM ол тең болады бізде бұрыш AMB. Ол екеуін табу үшін 180 градустан азайтамын 70 градусты бөлемін мен екіге. Азайтсақ 110 градус болды. Оны бөлсек 55 градустан сәйкес келеді. Значит, мына жеріміз бізде 55 градус, мына жеріміз бізде 55 градус. Енді бізде мына жерді табу керек. Мына жерді. Дұрыс па? Бұл жер мына екеуі бір-біріне сыбайлас бұрыш болып тұр. Сол себепті оны бұрыш BM-ны табу үшін 180-ден 55-ті азайтып тастаймын. 180 градус минус 55 градус. Сонда шықты бізде 125 градус. Сонда жауабы бізде бұрыш BMC тең 125 градус екен. Келесі есеп бізде 12-ші есеп. Бізде берілген үш бұрыш берілген. Берілді бізде үш бұрыш ABC. Енді қараңыздар, мына жерде А және Б бұрыштар тең болғаннан кейін бұл бізде тең бүйірлі үш бұрыш екенін дәлел. Бұл жерде енді А бұрышы мен Б бұрышы тең деп тұр. АМ биіктік, Ашымыз биіктігіміз бізде АМ екен. Ол бізде BC қабырғасына түскен, значит А қабырғасы төбесі. Егер СМ бізде 3,5 сантиметр болса, АБ-ны табыңыз. Табу керек А. Так, сызбасын сызу керек обязательно. Сызба. Оқушылар білесіздер, мына жерде мен графический планшеттерін сол себепті сызбаға ұқсамауы мүмкін. Так, BC қабырғасынан қақ бөліктерге BC ол бізде төбесі, мына жерде А қабырғасы. Бізде АМ деп былайынан не түсті? Биіктік түсті. Мына екеуі бізде тең ғой. Сол себепті мына жерде де биіктік пен медиана екеуі бірдей болады. Түсінікті ғой? Так, мына бізде М. СМ бізде 3,5. Значит, мына жақта не болады бізде? 3,5 болады екен. Бізге айтады, А, Б қабырғасын табыңдар дейді. Сонда мен былай жазсам болады. BC қабырғасын табу үшін мен 3,5-ті көбейтемін 2-ге деген сөз. Значит, бізде BC қабырғасы 7 сантиметр. Енді қараңыздар, мына түскен биіктік ол бізде медианада. Сол себепті BC-мызда тең болады AC-ға. Ол AC-мыз мына жерде тең бүйірлі деп айттық қой. Сол себепті AC-мызда тең болады AB-ға. Сонда бізде ізделіп жатқан AB бұрышымыз, АБ қабырғамыз 7 сантиметрге тең болады. Сонда жауабы бізде 7 сантиметр. Келесі есеп 13-ші есеп. Бізде айтылады. М нүктесі АБ кесіндісінің орта перпендикулярында жатыр. Егер АМ 4,5 сантиметр болса, МБ-ның ұзындығын табыңдар дейді. Мысал үшін қараңыздар. Бізде мынандай АБ кесіндісі берілсін. А және Б кесіндісі берілсін. АБ кесіндісі берілсін. Яғни орта перпендикуляр деген осыдан қақ ортасынан өтетін перпендикуляр тұсы. Мысалы үшін мына жерде екеуінің ара қашықтығы бірдей.
И потом осы перпендикулярдан өтетін орта перпендикулярдың бойында бізде М нүктесі тұр. Яғни бізге айтады, мына жерде А мен М-нің ара қашықтығы бізде 4,5 сантиметр дейді. Ал енді бізде айтады, М-ні тап дейді. Яғни М мен B-ні тап. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар, М мен B-ні тап дейді. Бұл өзі сондай заңдылық, что АМ қанша сантиметр болса, МБ да сондай сантиметр. Себебі мына жердегі олардың ара қашықтықтары бір-біріне қандай тең. Сол себепті мына екеуі де бір-біріне тең болады екен. Дәлелдеп жазатын болсақ, шешімі деп бізде мына жерде мен қандай да бір нүкте деп алсайын да, О нүктесі дей салайыншы. АО мен ОБ бізге тең болады. Сол себепті АМ мен МБ бір-біріне тең болады. Сосын МБ-мыз бізде 4,5 сантиметр деген жауап шығады. Онда жауабы бізде МБ ол бізде 4,5 сантиметр. Құрметті оқушылар. Келесі есеп бізде 14-ші есеп. 14-ші есеп. Табаны BC болатын тең бүйірлі ABC үш бұрышында А бұрышы 50 градусқа тең. Давайте мен сразу сызбасын жазып кетейін. Бізде берілген тең бүйірлі үш бұрыш, тең бүйірлі табаны ол бізде BC болады екен, дұрыс па? Значит, бізде төбесі А бізде 50 градус дейді. Мына 50 градус. Значит, қараңыздар, 50 градус болса, бұрыш Б тең бұрыш С екеуі тең болады. Не істейміз? 180 градустан 50-ді азайтамыз да 2-ге бөліп жібереміз. Сонда Б мен С бұрыштарының градус өлшемі шығады. Сонда азайтатын болсақ, бізде 130 градус, оны бөлеміз 2, 65 градустан сәйкес келеді екен. 65 градустан сәйкес келеді. Так, сонда мына жеріміз бізде 65 градус, мынау бізде 65 градус болды. Так, енді қандай? Оның асы қабырғасына дейді. Асы қабырғасына АБ қабырғасын Д нүктесінде қиятын АБ қабырғасын Д нүктесінде қиятын орта перпендикуляр тұрғызылды дейді. ДСА-ны табыңыз дейді. Дұрыс. Енді орта перпендикуляр дегеніміз мына осы қабырғаның асы қабырғасын қақ ортасын аламыз да осыған перпендикуляр түзу жүргіземіз. Перпендикуляр түзу жүргіздік. Ол бізде АБ қабырғасын Д нүктесінде қияды екен. Д нүктесінде қиды. Енді бізде қандай дейді? ДСА бұрышын табыңыз дейді. ДСА бұрышын. Яғни мына жерден де тоже жүргізген екен. ДСА бұрышын мына жерді табыңыз дейді, құрметті оқушылар. Енді қараңыздар, бүйтіп қарасақ, бізде оқушылар не пайда болды? Тең бүйірлі үш бұрыш пайда болды. Тең бүйірлі үш бұрыш пайда болды. Яғни СДА деген тең бүйірлі үш бұрыш пайда болды. Яғни СДА тең бүйірлі үш бұрыш. Үш бұрыш пайда болды. Значит, бізде мына жердегі екі былай шығарсақ болады. Бізде ДСА ол тең болады бізде ДАС-ға. Сонда бізде неше градус болды? 50 градус. Сонда жауабы болды бізде бұрыш ДСА ол бізде 50 градусты береді деген сөз. Осылай есептің жауабы шықты. Келесі есеп бізде 15-ші есеп тең бүйірлі АБС және АБД үш бұрыштарының табандары ортақ дейді. Яғни, қараңыздар, мына жерде бізде берілсін, АБС үш бұрышы берілсін, былайынан сызайын. И потом АБД, оныкін былайынан сызайын. Екеуінің сәл разницасын қояйық. Яғни АБ С, АБД берілген. Мына жерде АБ қабырғасы бір-біріне ортақ. Біз білеміз, ол тең бүйірлі екен. Мынау мен мынау екеуі А, С мен С, Б бұрыштары тең. АД мен БД қабырғалары тең деген ол бұрыштары деп кетіпті. Енді, естественно, бұрыштары тең
болатын болды. Енді бізде айтады с а д және с б д бұрыштарының тең болатынын дәлелдеңіз дейді. Бірінші болып бұрыш с а д мен бұрыш с б д тең болатынын дәлелдеңіз дейді. Ол бізде мына бұрыштар, иә, дұрыс па? с а д және с б д өзара тең болатынын дәлелдеңіз дейді. Енді оны дәлелдеу үшін бірінші болып мен мына жерде с д түзуін жүргізейінші, түсінікті болу үшін, иә. Енді қараңыздар, мына жерде а с қабырғасы мен с б қабырғасы тең, дұрыс па? Дұрыс. Енді а д қабырғасы мен б д қабырғасы тең. Енді пайда болған үш бұрыш тұр бізде мына жерде. Қараңыздар, үш бұрыш с а д ол тең бізде болады, үш бұрыш с б д. Осыдан шыға келе үш бұрыштың ұқсастығының үшінші белгісі. Үшбұрыштар ұқсастығының үшінші белгісіне сәйкес мен айта аламын, что с а д мен с б д бұрыштары өзара тең екенін. Түсінікті ғой? Келесі бізде енді әсі. Әсі де айтады, а о мен о б-ның тең екенін дәлелдеңіз дейді. А о мен о б. Мына жерде о деп алатын болсақ, құрметті оқушылар. Енді қараңыздар, бұдан шығатын болсақ, бұл дәлелдеуге мынаны ескерейік. Әсінде мына екі үшбұрыш тең екені, бұдан сәйкестеніп шығатын болсақ, мысалы үшін бұрыш БДО, ол бізде тең бұрыш АДО. Одан сәйкесінше шығады ДО бисектриса екені. БДА бұрышының, сол себепті біз дәлелдеп аламыз АО тең ОБ деп. Келесі есеп бізде 18-ші есеп. Бізде берілген асы тік бұрышты үш бұрыштың сүйірбұрышының бірі екіншісінен 50%-ға артық, яғни 2 есеге артық дейді. Асына мысалға мен тік бұрышты үш бұрыш сызатын болсам, былайынан мына жерде тік бұрыш білеміз. Мысалға мына жер x болса, мына жер 2x дейді. Үш бұрыштың сүйірбұрышын табыңдар дейді. Үш бұрыштың сүйірбұрыштарын табыңдар дейді. Енді теңдеу құралын үш бұрыштың ішкі бұрыштарын қосыңызса 180 градус, мына жер бізде 90 градус. Сонда мен қосамын 2x плюс x плюс 90 градус тең 180 градус. Бұл дегеніміз бізде 2x-ға x қоссақ 3x, 180-нен 90 азайтып алады, 90 болады. Мына x тең бізде 30 градус. Мына бір сүйірбұрышы бізде 30 градус болды. Енді 2x табатын болсам, 30 градус көбейту 2, 60 градус. Сонда жауабы сүйірбұрыштары бізде 30 градус
және 60 градус. Құрметті оқушылар. Келесі әсі АБС тікбұрышты үшбұрышының С қабырғасы ол былай берілген. Тікбұрышты үшбұрыш берілген. С ол бізде тік 90 градус. БС бізде БС мына жақ қылайыншы. Потому что сызба бойынша сәйкес келетіні. Сол. Б'міз бізде 30 градус. АБ бізде гипотенуза 18 сантиметр, асы қабырғасын табыңыз. Бізде теорема бар. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның тең жартысына тең деген сөз. Яғни 30 градусқа қарсы жатқан катет ол бізде асы тең 18 сантиметр бөлінген 2. Одан шығады бізде 9 сантиметр. Сонда жауабы болды бізде 9 сантиметр. Келесі есеп бізде 19-шы есеп. Қызық есеп екен, иә. Қазақстанның Ұлытау ұлттық табиғи саябағында ерекше ағаштар өседі. Есепті шығарсаңдар, оның жауабының сандық шамасы арқылы шіренк шыршасының қандай биіктікке жететін. Яғни аны есептесек қандай биіктікке жететінін табады екенбіз. Неше жыл өмір сүретіні ол бізде иә дұрыс па? Адан бастайық. Бізде айтады. Тең берілі үш бұрыштың төбесіндегі бұрышының 62,5%-на тең болатын табанындағы бұрыштарын табамыз. Бізде мысалға тең берілі үш бұрыш берілген. Тең берілі үш бұрыш. Төбесіндегі бұрыштың x дейтін болсақ, табанындағы бұрыш осыны 62,5%. Яғни мен оны 62,5-ті сандық мәнмен жазатын болсам, ол 0,625x болады. Мына бұрышы, мына бұрышы да дәл сондай заңдылық. Мына сыртына жазылайын. 0,625x. Енді мен табандағы бұрышын табуым керек. Иә, дұрыс па? Мына жерде үш бұрыштың ішкі бұрыштарын қосындысы арқылы теңдеу қылып есептеп аламын. Яғни 0,625x плюс 0,625x плюс x тең 180 градусты береді екен, құрметті оқушылар. Мына жерде x-тердің барын қосатын болсам, 2,25x шығады, тең 180 градус. X тең 180 градус бөлінген 2,25. Мұны бізде x-іміз тең болады, 80 градусқа тең болады. Ол бізде мына жері ғана 80 градус болып тұр. Мына бұрышы ғана 80 градус. Так, енді мен мына табанындағыларын табуым керек. Ол үшін не істеймін мен? 0,625-ке көбейтеміз 80 градусты. Сол кезде бізде шығады екен 50 градус шығады екен. Значит, табандағы бұрыштары бізде 50 градус, 50 градус. Сонда бізде 50 метр биіктікке жетеді деген сөз ғой, дұрыс па? Жауабы бізде 50 метр деп алатын шығармын. 50 метр биіктікке жетеді дегеніміз екен. Енді бізде әсі мына жерге жазайын. Тік бұрышты үш бұрыштың 60 градусқа тең бұрышына іргелес жатқан катеті мен гипотенузасы ұзындықтарының қосындысы 900 мм тең гипотенузаның ұзындығын табыңдар дейді. Тік бұрышты үш бұрыш берілген бізде. Тік бұрышты үш бұрыш берілді. Мына 60 градустық мәні болсын мына жер. Иә, 60 градус А, Б, С деп алатын болсам, 60 градусқа тең бұрышына іргелес жатқан катеті мен гипотенуза ұзындықтарының қосындысы, яғни АС плюс БС бізде 900 миллиметрді беріп тұр. Гипотенузаның ұзындығын табыңыз дейді, құрметті оқушылар. Құрметті оқушылар, мына жерде есебін шығаруда мен мына жерде записьті басып ұмытып кетіппін, сол себепті басынан түсіндіріп кетейін. Әсінде тік бұрышты үш бұрыштың 60 градусқа тең бұрышының іргелес жатқан катеті, яғни мынау бізде АС катеті, мынаны айтып жатыр ғой, АС катеті мен гипотенузаның қосындысы, гипотенуза бізде міне БС, иә, қанша береді? 9 мм, ол бізде 90 см. Енді бізде мынандай заңдылық бар. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның тең жартысына тең. Яғни мына жерде 60, мына 90 болса, мына естественно бізде 30 градус болады. 30 градусқа қарсы жатқан катет ол бізде АС катет, ол гипотенузаның тең жартысына тең. Сол себепті мен мынандай
formani chiqarib oldim. A'si teng B'sining teng jarisiga teng deb. Сол себепті оны мен мына A'сымен алмастырдым да теңдеу құрып алдым. B'si бөлінген 2 плюс B'si қосқан кезде 2-ден 3 B'si, содан B'сіміз 60 сантиметр болды. Сонда жауабы 60 сантиметр, яғни 60 жыл өмір сүреді деген сөз ғой, иә, дұрыс па? Осылай есептің жауабы шықты, құрметті оқушылар. Келесі есеп бізде тең берілі үшбұрыштың бір бұрышы 120 градусқа тең, ал табаны 16 сантиметрге тең. Үшбұрыштың сүйірбұрышының төбесінен жүргізілген биіктен табыңдар дейді, иә. Так, берілген бізде үшбұрыш АБС деп алайық. Тең бүйірлі үшбұрыш қысқартып жаздым. Давайте А төбесін 120 градус деп алайық. Сонда БС табаны бізде 16 сантиметр болады екен. Үшбұрышының төбесіне жүргізілген биіктікті табуымыз керек, иә. Давайте. Мына берілді. АБС дейік. Мына жерде мынау бізде жалпы 16 сантиметр болды. Так, мынау бізде 120 градус, иә, дұрыс па? Так, енді бізден үшбұрыштың сүйірбұрышының төбесінен жүргізілген биіктік. Мына жерде бір биіктік жүргізетін болсақ, міне, мынаны созған кезде мынаны табуымыз керек. Биіктіктің ұзындығын табуымыз керек, иә. Ағылшын мен бір H дей салайын. BH табуымыз керек. Так, давайте қалай есептесек болады. Бұны. Так, бұрыштарын тауып алайық. Яғни бұрыш Б және бұрыш С, ол дегеніміз 180 градустан азайтамыз 120 градусты бөлеміз 2-ге, бұл дегеніміз 60 градус бөлу 2, 30 градустан сәйкес келді. Значит, мына жағымыз бізде 30 градустан сәйкес келді, құрметті оқушылар. Енді мына жерде мен AH-ты алайын. AH дегеніміз бізде мына жерде пайда болған үшбұрыштың несі? Катет деп алайық, дұрыс па? Сонда бізде AH ол тең 2-ден 1 AC-ға тең, себебі 30 градусқа ажыратқаннан кейін. Сонда AH-ымыз тең бізде 2-ден 1 көбейту 16, 8 сантиметр болады. Сонда жауабы бізде болады 8 сантиметр. Емес BH дегенім, кешіресіздер, мына жерде мен жазып кеттім. BH. Сонда жауабы 8 сантиметр. Келесі есеп 22-ші есеп. Жеңіл есептердің бірі С бұрышы тік болатын АБС тік бұрышты үшбұрышының СМ медианасының ұзындығын табыңдар дейді. Бізде берілген үшбұрыш АБС тік СМ медианы 12-4 сантиметр. А2-ны тақлайды. Так, значит, бізде қараңыздар тік бұрышты үшбұрыш берілді. Былайынан, иә. С тік дедік. Одан медиана жүргіздік. Қақиықке бөлетін, иә. Медианасының ұзындығы 4 сантиметр. Бізге айтады, мына осы А-баны тап деп тұр, иә, дұрыс па? Бізде мынандай жағдай бар.
Sm ол бізде AB-ның тең жартысына тең, гипотенузаның тең жартысына тең деген. Сонда мен осыдан A-ны табатын болсам, AB тең 2 см. Яғни см-ні мен 2 көбейтемін деген сөз. Сонда менде 2 көбейту 4 сантиметр, бұдан шықты бізде 8 сантиметр. Сонда жауабы бізде AB-ның ұзындығы 8 сантиметрге тең екен. Құрметті оқушылар, назарларыңызға көп рахмет. Каюмов ТВ YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл каналда ұсақ есептер талдау өте көп болады. Назарларыңызға рахмет. Есеп шығару барысында қандай да бір қателік байқаған болсаңыздар немесе қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Лайк көпірді аямаңыздар. Рахмет.